Жас отан жастар қанатының белсенділері тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай біздің күшіміз бірлікте акциясы аясында Ұлы Отан соғысының ардагері Иван Луневтың үйіне келіп үй шаруасына көмектесті. Иван Лунев соғысты басынан аяғына дейін өткерген. Бүгінде жасы 98-де. Салауатты өмір салтын ұстанғандықтан осы жасқа келіп отырмын дейді қария. Я призывался Петропавловским городом. Соғысқа Петропавлдағы әскери бөлімнен шақырылдым. 314-ші атқыштар дивизиясының құрамында болып соғысқа аттандым. Берлин түбінде шайқастым. Балалар үнемі көмектесіп тұрады. Елбасына, облыс, қала әкіміне алғыс айтамын. Ардагерлерді ұмытпай үнемі көмек көрсетеді. Белсенділер қария тұрып жатқан үйдің ішін тазалап, ауланы сыпырумен айналысты. Жас отандықтар үнемі Иван Луневқа көмекке келіп тұрады. Қыста қар тазалап, отын жарып, су тасиды. Жастар көпті көрген қарияның әңгімелерін тыңдау өте қызықты дейді. Лунев Иван Григорьевичке біз әрдайым көмектесіп көрсетеміз, және де басқа ардагерлерге әрдайым көмектесуге, қол ұшын созуға әрдайым дайынбыз. Бұндай акциялар біздер жыл сайын өтеді. Әр сайын деп айтуға болады. Иван Лунев 3 баладан бір немере сүйіп отыр. Бүгінде қызымен бірге тұрады. Бір ғасыр жасағалы тұрған қария өте ширақ. Тауықтарына жем шашып, бақшадағы жұмыстарымен де айналысады. Жас отан жастар қанатының белсенділері аталмыш акция барысында қаладағы барлық ардагерлерге көмек көрсетпек.